Сәлем достар, бүгін сіздермен хачапури по-аджарски дайындаймыз. Бірінші бір стакан суға дрожж салып, араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Достар, бүгін мен бірінші рет видео түсіріп жатырмын. Қолдап, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мына жерде қамырымызды илеп дайын қылып қойдық. Енді қамырымыз дайын болғанша ірімшікті күштен өткіземіз. Ірімшікті жақсылап күштен өткізіп, бұған шамалы татымына қарай тұз себіп, жұмыртқаның ағын 50 грамм су, бір ас қасық ұнға қосып араластырып, жақсылап араластырамыз. Мен алғаш рет видео түсіріп жатырмын. Сол үшін сәл қобалжып тұрмын, айтып қоймайсыздар. Енді біздің қамырымыз дайын болды. Бұны екі бөлікке бөліп, бірдей қылып қолменен жақсылап жайып аламыз қамырымызды. Жаңа дайындап қойған күштен өткізілген ірімшігімізді салып, екі жағын бүгеміз. Противенге салып аламыз. Қамырларымызды бетіне ірімшігімізді салып, жұмыртқаның сарысын жан-жағына жағып шығамыз. Дайын хачапуриімізді 180 градуста қызып тұрған пешкеге салып, жақсылап пісіріп аламыз. Хачапуриіміз дайын, почти. Жұмыртқаның сарысын ортасына әдемілеп салып, екі жағына сары майымызды қоямыз. Тағы да бір 3-5 минуттай салып аламыз пешкаға. Хачапуриіміз дайын. Видеом ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер.